Әсел мен Айгүлдің арасындағы достық бір-біріне деген сенім мен сүйіспеншіліктен тұрды. Айгүл Әселдің жақын құрбысы, ол екеуі бала кезден бірге өскен, бір-біріне тірек болған. Әсел әдемі, ақ жарқын және өмірге құштар еді. Ол өз отбасымен күйеуімен бақытты болуды армандайтын. Бірақ өмірдің қатыгездігі мен тағдырдың ауыр соққылары оның бұл арманына қол жеткізбей қойды. Әселдің оқиғасы басталғанда ол жаңа үйленген кезі болатын. Өзінің күйеуімен бақытты болуды қалаған Әсел бір күні қатты ауырып, жағдайы күрт нашарлады. Әселдің өмірі ауыр қазаға ұшыраған күннен бастап барлық адамдар оны өткен адам деп қабылдаған еді. Ол жас, ақылды, әдемі келін болды. Отбасы мен күйеуі үшін өз өмірін арнаған Әселдің жолы ауыр болды. Бірде оны қатты ауру басып, бірнеше күн бойы ыстығы түспей қалды. Ауылдың дәрігерлері оның жағдайын ауыр деп бағалап, бір күні ол өз жүрегінің соғысын тоқтатқанын айтты. Әселдің өлімі барлық ауылды дүр сілкіндірді. Ауыл болып оны ақтық сапарға шығарып салды. Әселдің қайтыс болғанына бірнеше күн өтті. Жерлеу рәсімі аяқталған соң ауылдағы адамдар қайтадан қалыпты өміріне оралды. Бірақ бір таңертең ауыл шетінен өтіп бара жатқан бір адам таңғаларлық көрініске тап болды. Ол Әселдің қабірі жатқан орынды байқап, жүрегі тіпті тоқтап қалғандай болды. Қабірдің үстіндегі топырақ біртіндеп жылжып, ішіне түсіп кеткен еді. Ол жерге қараған сайын, топырақтың астында бір нәрсе қозғалғандай сезілді. Әлгі адам үрейленіп ауылға қайтып бара жатып, бұл жайында айтуға батылы жетпеді. Бірақ сол күні таңертең ол өзінің көргенін ауыл адамдарына айтып берді. Көп өтпей, ауыл тұрғындары Әселдің қабіріне қайта оралып, оның жағдайын тексеруге шешім қабылдады. Қабірдің үстіндегі топырақ тереңдеп түсіп, жердің ішінде бірдеңе қозғалатын сияқты болды. Ауыл адамдары бұл жағдайға сенбей, қабірді қайта қазуды ұйғарды. Қабір ашылғанда барлығы қатты шошып кетті. Әселдің денесі жоқ еді, оның орнына тек шұңқыр мен қазанақ ізі қалған. Бірақ әлде бір белгісіз күш оның денесін бір жерден алып кетіпті. Осыдан соң ауылдағылар әртүрлі қауесеттер мен қорқынышты сөздер тарата бастады. Біреулер бұл құпияның артында зұлымдықтың белгісі бар деп есептеді, ал басқалары Әселдің өлімінен кейінгі жындылықтар мен рухтардың араласуы туралы ойлады. Түнде Әселдің күйеуі Жандос өзінің үйінде қатты қорқып оянды. Бірде ол терезесінен қараса, қабірдің қасынан әлде бір қараңғы тұлғаның пайда болғанын байқады. Ол бірден атып тұрып, ауылға барайын деп шешті, бірақ ол жерде ештеңе таба алмады. Тек қана қалтырап қабірдің басында тұрғандай сезінді. Әселдің тірі екендігі мен оның денесі жоғалып кетуі тек бір ғана сұрақты тудырды: ол қайда кетті? Тірі қалу үшін ол қандай күшке ие болды? Ауыл халқы осы сұрақтарды шешуге тырысып, әлі де қорқыныш пен үрейдің билігінде еді. Түнгі уақытта Әселдің көлеңкесі қайтадан ауылға жақындап келе жатты, бірақ ол ешкімге көрінбей, тек шаң мен тыныштықты қалдырып кететіндей болды. Қайғы мен қорқыныштың арасында Әселдің рухы ауылда айналып өтетінін ешкім де білмеді. Қабірінен тірі шыққан келін өзінің соңғы бейнесі мен құпиясын ашуға тырысқанымен, бұл оның тағдырын одан әрі қиындатқандай болды. Әселдің денесінің жоғалғаны жайлы қауесеттер бүкіл ауылды дүрліктірді. Олардың бәрі үрей мен күмәнге толы болды, бірақ ешкім де бұл құпияның түпкі мәнін түсінбеді. Әселдің күйеуі Жандос ауылға кіріп, бұл жағдайды тексеру үшін көп уақыт өткізді. Ол бірден Әселдің жоғалып кеткенін тексеруге шықты, бірақ қандай да бір белгі таба алмады. Қабір ашылғанда тек үнсіздік пен қараңғылық қалды. Кешке қарай Жандос үйіне қайтқан кезде бірдеңе сезді. Үйдің алдында тұрған үлкен терезеден көзін алмай қараған ол, қандай да бір әлсіз көлеңкенің сұлбасын байқап қалды. Ол ештеңе айтпастан терезені ашып сыртқа шықты. Бәрі тым-тыныш еді. Тек ауылдың қараңғы көшелері ғана күңгірт болып, жансыз тыныштыққа бөленгендей болды. Түн ортасында ауыл тұрғындары тағы да бір қызық жағдайды байқады. Әселдің үйінің маңында әлдеқайда дау шықты. Біреудің жылаған даусы мен сөздері қас пен көздің арасында үзілмей, айналасын айналып өтті. Адамдар қорқып, есіктерін жауып, терезелерін тарс еткізіп, сыртқа шықпауға тырысты. Бұл дауыстардың Әселдің дауысынан шыққаны анық болды, бірақ оны көргендер жоқ еді. Барлығы жанталасып жақын маңдағы зиратқа барды. Бірақ тек қорқыныш пен құпия ғана байқалды.
Келесі күндері Әселдің күйеуі Жандос тағы да өзі танитын бір жаманшылықты сезінді. Ол бірден ауыл әкімімен кездесуге барып, жағдайды түсіндіруге тырысты. Бірақ әкім де шындықты ұғынбай, бұл мәселені шешуге құлықсыз болды. Әселдің тірі қалуының себебі мен ол қайда кеткені жайлы ешкім нақты жауап таба алмады. Күндер өткен сайын ауылда әлі де белгісіздіктер мен қорқыныш орнап, әркім өз үйінде тыныштықты іздеді. Кейін бір түнде Әселдің көлеңкесі қайтадан ауылға қайта оралды. Бірақ ол бұрынғыдай мейірімді ақжарқын емес еді. Оның көздерінде ашуланған, қанды ашуға толы құштарлық пен нәзік үрей бар еді. Әселдің тірі қалуының артында жатқан күштер оны бақылай алмай, ол өзін жоғалтқандай болды. Ол тек өлім мен өмір арасындағы шекараны бұзып, өз мақсаттары үшін күресіп жатқандай сезілді. Жандос бірде Әселдің жанданып шыққанын, және оның қараңғы көздерінде басқа бір рухтың тұрғасын сезді. Оның жүрегі дүрсілдеп, Әселдің тірі болуының артында не тұрғанын анықтау үшін соңғы рет күресуге бел буды. Ол Әселді қайтадан табуға тырысып, кешкі уақытта зиратқа жақындады. Зираттың іші түнгі тыныштықпен айқын болды. Жандос қабірді қайта қазу туралы шешім қабылдап, тереңге қарай бойлап кетті. Бірақ оның ойында Әселдің тірі екенін дәлелдеу ғана емес, оның артындағы тылсым күштерді анықтау да болды. Қабірдің түбіне жақындағанда, оның қолы бір нәрсеге тиіп, шұңқырдан белгісіз бір күш қапсыра ұстап алғандай сезілді. Бұл сәтте Әселдің бейнесі қайтадан көрінді. Оның көздерінде жындылық пен ашуланушылық, қайғы мен үрей арасындағы күрес жүріп жатты. Мен қайтып келдім, бірақ мені сендер қабылдамайсыңдар деп оның дауысы тарады. Жандос есінен танып құлап түскенде, Әсел оған жақындап, соңғы рет өз өмірі мен өлімінің аралығындағы шекараны бұзды. Жандос құлап түскен сәтте, Әселдің көлеңкесі бір сәтке ғана жарқ етіп, оның алдында пайда болды. Әселдің денесі қасқырша сұрланып, көздері күңгірт болды. Ол Жандосқа жақындай бергенде, оның аяқтары босап, көзі қарауытып, жүрегі қатты соғып, үрей биледі. Әселдің жанында қатты аура сезілді, бұл тек қана өлімнің емес, қасіреттің, қараңғылықтың белгісі еді. Әселдің дауысы қайтадан құлағына жетті, бірақ бұл жолы оның сөзіне жан жүрегімен сенуге болмайтын еді. Менің қайтып келуім, бұл тек менің қателіктерімнің салдары. Менің қайта тірілуім, мені өлтіруді қалаған күштерден қорғану ғана, деді Әсел түнгі тыныштықта жылап. Жандос ештеңе түсінбестен, қорқып тұрып кетті. Оның көз алдында тек Әселдің бейнесі ғана емес, оның айналасындағы қаныққан қараңғылық болды. Айналадағы әлем мен жан дүниесі шатасып, уақыт тоқтағандай болды. Әсел оған жақындап, оның көзіне қарады. Бірдеңе күтпеген жерден өзгерді. Жандос өз-өзін ұстай алмай, қатты үрейленіп, Әселдің сөздерінен қатты қорқып, артқа шегінді. Ол екінші рет сұрады: "Сен кімсің, Әсел?" Әсел оған жауап беруге тырысты, бірақ оның дауысы түсініксіз болып, тыныштықты бұзды. Ол көздерін жұмып, ауыр тыныс ала отырып, бір сәтке қатты күрсінді. "Менің өлімім, менің тірі қалуым бәрі бұл әлемде таңғажайып өзгерістерге себеп болды. Бірақ менің оралуым сенің қолыңда емес. Ол мені қалаған әлемге алып кетеді" деп күрсіне сөйледі Әсел. Тыныштық орнады. Әсел өз орнынан қозғалып, айналасындағы қараңғылықпен бір бола бастады. Оның денесі сындыра жаздағандай болды, бірақ оның көздеріндегі жас болмады. Ол бір сәтке Жандосқа қарап, оның жүзіне қарайтын ерекше көзқараспен қарады. Оның қозғалысы түбінде бір жаңалықты болжады. Әселдің соңғы сөзіне ешкім жауап бермеді. Ол түнгі қараңғылыққа сіңіп кеткендей болды, бірақ оның көлеңкесі ұзақ уақыт ауылдың көшелерінде қабінің айналасында қалықтап жүрді. Әселдің рухы осы жерге байланғандай, бірақ оның жер бетіндегі соңғы сәті мәңгілікке ұмытылмас болды. Ауылда Әселдің өлімі мен тірі қалуы жайлы әңгімелер таралды. Бірақ оның соңғы тағдыры, құпиялар мен болашаққа бағытталған ізі қалған ауылда мәңгілік сұрақ ретінде қалды. Әселдің тірі қалуы тек бір сәтке ғана шындық еді, ал оның артында қалған құпиялар мен қорқыныштар тек қана өзіне ғана мәлім болып, уақыт өте отырып, жаңа сұрақтар мен күмәндер туғызды.